Hello everyone, welcome to my YouTube channel Linguanasm. And in today's lesson, we're gonna about the past simple and the present perfect. Сәлем достар, бүгін біз Linguanasm каналында past simple өткен шақ пен present perfectің екеуінің айырмашылығын талқылайтын боламыз. Енді мына жерде екі жақта past simple, present perfect бөліп көрсетілген. Ең бірінші олардың қолданысын атап өтейік. The first one, past simple, ең бірінші action happened in the past. Past simple өткен шақта болған іс-әрекет туралы айтамыз. Мысалға, өткен шақта I studied English last year. Өткен жылы мен ағылшын оқыдым. Ағылшынды үйрендім деген сөз, Енді ал present perfect дегеніміз бұл да былайынша бір қарағанда екеуі өте шатастырылатын грамматика, Present perfectта өткен шақта болған іс-әрекет, бірақ өткен шақта болғанымен оның результаты қазір көрініп тұр. Оның нәтижесі өткен шақта іс-әрекет басталады, бірақ нәтижесі оның қазір көрініп тұр. Мысалға, I have finished my homework. Мен үй жұмысымды жасап болдым. Үй жұмысымды орындап болдым. Яғни, мен ол үй жұмысын бастадым, мысалға 1 сағат бұрын, және қазір оны аяқтап болдым деген мағынада. Енді қарасаңыздар өте ұқсас. Бірақ та мен сіздерге оңай жолын айтамын, қалай ажыратуға болады. Ең оңай жолы past simple, it has exact time. Past simple'дың өткен шақтың нақты уақыты бар. Ол қалай уақыты? Yesterday, кеше. Last week, өткен аптада. Last month, өткен айда. Last year, өткен жылы. Last Monday, өткен дүйсенбіде деген сияқты арнайы нақты уақыты көрсетіледі past simple'дың. Ал present perfect'та ондай нақты уақыты жоқ. Нақты уақыты жоқ, мысалға never, ешқашан, already, мен уже істеп болдым. Яғни, сіз жоспарлаған уақыттан ертерек істеп қойдыңыз. Мысалға біз орысша уже деп айтамыз, бірақ қазақ тіліне оның тікелей аударатын мағынасы жоқ. Сондықтан да мен бұны әлдеқашан бітіріп болдым. Кейде әлдеқашан деген сөзді қолданамыз, Just, жаңа ғана. Бұл нақты уақыт емес. Just деген мен жаңа ғана бітірдім. Ол нақты қай уақыт екені белгісіз. Yet, әлі. Мен әлі үй жұмысын жасаған жоқпын. Мен әлі кітапты оқып бітірген жоқпын. Және де before, дейін. Мысалға, сағат 2-ге дейін мен кітапты оқып бітіремін деген сияқты. Бұның өзі де нақты уақыт емес. Енді екеуінің айырмашылығы past simple'де нақты уақыт болады, exact time, present perfect'та no exact time, нақты уақыты жоқ. Енді сіздер екеуін оңай айыра білесіздер. Келесі айырмашылығы past simple'да біз verb to қолданамыз. Verb to дегеніміз не? Бізде етістіктердің бұрыс етістік деген болады. Бұрыс етістіктің бізде verb 1, етістік 1, етістік 2, етістік 3 деген 3 түрге бөлінеді. Біз оны көбінесе ағылшын үйренетіндер жаттайды бұл сөздерді. Мысалға, go, етістік 1, went, етістік 2, gone, етістік 3. Осының мына екінші қатарында тұрғанды біз past simple'да өткен шақта екіншісін қолданамыз. Ал present perfect'та біз үшіншісін қолданамыз. Мысалға, мына жерде көріп тұрғандарыңыздар. I went to the university. Мен университетке бардым. Осы жерде мына went деген, бардым деген екіншісін қолдандық. Ал present perfect'та they have gone to the university. Олар университетке кетті. Мына жердегі gone деген, кетті деген үшіншісін қолданамыз. Бұл оның арнайы ережесі. Енді сіздер past simple мен present perfect'ті ешқандай да қиындықсыз ажырата алады деген ойдамын. Сәттілік сіздерге. Goodbye, see you next time.